Сәлеметсіңдер ме оқушыларым? Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 90-шы сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік деп аталады. 28-ші жаттығуда етістіктерді салыстырып оқы, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін аңғар дейді. Бізде бірінші жүз, жүзбе, одан кейін жаз, жазба, күл, күлме, бар, барма, төк, төкпе, тақ, тақпа деген етістіктер берілген. Бірінші бағандағы сөздер, яғни жүз, жаз, күл, бар, төк, тақ деген іс-қимылды білдіріп тұр. Ал екінші бағандағы сөздер жүзбе, жазба, күлме, барма, төкпе, тақпа, бұларда етістікті білдіреді, бірақ іс-қимылдың болмауын, жүзеге аспауын білдіреді. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударамыз. Қосымшалы етістіктерді көшіріп жаз, түбір мен қосымшаны тиісті белгімен белгіле. Бізде қосымшалы етістіктерге жүзбе, күлме, төкпе, жазба, барма, тақпа деген етістіктерді дәптерімізге көшіріп жазып аламыз, және бұларды біз түбірі мен қосымшасын тиісті белгілермен ажыратамыз. Жүзбе деген сөзде жүз түбірі бе қосымшаны білдіреді. Күлме түбірі күл, ме қосымша. Төкпе түбірі төк, қосымшасы пе. Жазба түбірі жаз, ба қосымшаны білдіреді. Одан кейін барма түбірі бар, ма қосымша. Тақпа түбірі тақ, ба қосымшаны білдіреді. Келесі 29-шы жаттығуда мақал берілген, мақалды жатқа көркем жаз. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Мақалдың мағынасын түсіндір. Мақалдың мағынасы ол адам баласына тән мінез, білімге ие бол, бір адамның баласы болмай, бар адамзатқа пайдаң тисін, яғни барлық адамның баласы бол деген, барлық адамзатқа пайдаң тиетін адам бол деген мағына білдіреді. Келесі, қарамен жазылған етістіктерді салыстырып, олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін айт. Қарамен жазылған сөздер болма және бол деген сөздер. Бұл жерде болма деген болымсыз етістікке жатады, ал бол деген болымды етістікке жатады. Бол деген түбірге ма қосымшасы жалғану арқылы болма деген болымсыз етістікті білдіреді. Енді осы сөздерге қатысты келесі ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Етістік болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, болымды етістікте күл, жаз деген етістіктер болса, осы күл, жаз етістіктеріне ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы болымсыз етістік жасалады. Мысалы, күлме, жазба және ерінбе, бұзба, жұлма деген осы етістіктер болымсыз етістіктерге жатады. Оқушылар бұл ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 30-шы жаттығуда тыйым сөздердің қатесін түзеп көшіріп жаз деген тапсырма берілген. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды тепе, ақты төкпе. Бұл жаттығуда тиісті тыныс белгілері қойылмаған. Яғни нүктені қою арқылы біз сөйлемді қайтадан дұрыстап жазып шығамыз. Босағада тұрма, нүкте. Бас әріппен көк шөпті жұлма, нүкте. Келесі бас әріппен малды теппе, нүкте. Келесі бас әріппен ақты төкпе, нүкте қоямыз. Осы дұрыс нұсқасын дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазып аламыз. Шығармашылық үзіліс. 31-ші жаттығуда ребус берілген. Ребустың шешуіндегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде. Алдымен ребустың жауабын анықтап алайық. Бірінші бақаның суреті берілген, оның ең соңғы екі әріпін алып тастаймыз, сол кезде ба сөзі шығады. Одан кейін 5 суреті берілген, 5 деген сөздің бастапқы екі әріпін алып тастаған кезде с әріпі қалады. Одан кейінгі парта деген сөздің соңғы 3 әріпін алып тастағанда па сөзі қалады. Сонда ребустың жауабы баспа деген сөз шығады. Баспа деген болымсыз етістікке жатады. Себебі ол бас деген болымды етістігіне па жұрнағы жалғану арқылы жасалып, іс-әрекеттің болмайтынын білдіріп тұр. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.